Медиа. Сәлеметсіздер ма? Медиа сауаттылық курсы. Бірінші сабақ. Сабақ тақырыбы медиа жайлы түсінік, базалық медиа. Медиа дегеніміз не? Канадалық философ, филолог, әдебиеттанушы Маршал Маклюэн медиа сөзін хабарлама, байланыс құралы деп санайды екен. Яғни байланыс құралы дегеніміз коммуникация құралы. Медианы кез келген коммуникация, егерде ол бір адамға не бір топқа тікелей бағытталған болса, онда ол медиа. Ал егерде ол барша көпшілікке плакаттар, газеттер не басқа да ақпарат тарату құралдарының көмегімен хабарланса, не таратылса, оны бұқаралық медиа деп атаған, яғни масс медиа. Сонымен медианы тікелей бағытталған хабарлама, ал масс медианы біреуді көпке тарату, яғни бір адамнан, бір топтан көпке айтылған хабарлама. Жалпы медиа сөзі ағылшын тілінен бұқаралық ақпарат құралдары дегенді білдіреді, ал ол латынның медиум сөзінен шыққан. Медиум дегеніміз бұл коммуникация орта. Енді медиа мен масс медианы бір-бірінен ажырату үшін суреттерге қарайық жоғарыдағы. Хабарлама ауызша жеткізу, не болмаса хат түрінде бір адамға немесе белгілі бір адреске бағытталатын болса, ол медиа біреуден біреуге, не бір топқа, не болмаса бір топтан екінші топқа, не біреуге тікелей хабарлама беру. Ал егерде біреуден көпке жария хабар берілетін болса, онда ол бұқаралық медиа, яғни жарлық түрінде, жолдау түрінде биліктің, не жаңалықтар түрінде берілетін болса, нақты бір адресаты жоқ, бірақ көпшілікке арналған хабарламаны масс медиа дейді, яғни бұқаралық медиа дейді. Енді байланыстың, яғни коммуникацияның үш моделі бар: сызықтық модель, трансакциялы модель, интерактивті модель. Сызықтық модель дегеніміз, яғни байланыстың сызықтық моделі, бұл бір адамнан адресанттан адресатқа берілген хабарлама, яғни қайтаруы кері байланыс талап етпейтін. Бұл бұйрық өкім түрінде болуы мүмкін, және ол талқыланбайды деген. Екінші, трансакциялы деген бұл берілген хабарлама талқыланады, пікірталасқа түседі. Бұл модельді трансакциялы модель дейміз. Және де үшінші, интерактивті модель, бұл екі тараптың бір-біріне хабарлама алмасуы, яғни диалог түрінде өтеді, сондықтан оны әңгіме сұхбат түріндегі модельді интерактивті модель дейміз. Енді бізде қазір жаңа медиа деген пайда болды. Бұл көпшіліктен көпшілікке, яғни бір адам көпке жариялай алады және көптен хабар ала алады. Яғни көп адамнан хабарлар бір-біріне толассыз келіп жатады, яғни әлеуметтік желілер арқылы. Бұны біз жаңа медиа деп атаймыз. Медианы бірнеше бөлікке бөліп қарастыратын болсақ, медианың бір бөлігі ол ақпарат форматтары бойынша жіктеу. Яғни медианы визуалды, аудиалды, графикалық, мәтіндік сандық және аралас форматтағы ақпараттар түрінде қарастыру. Екінші бағыты бұл медиа құралдар, каналдар типі бойынша. Бұны біз бұқаралық ақпараттық құралдар деп қысқаша айтамыз. Баспасөз, радио, телевизия, компьютер желілері деп жіктейміз. Үшінші, тақырыптық мазмұны бойынша, яғни медиа контент бойынша жіктеу. Бұл әртүрлі тақырыпта контент жасауға болады. Тақырыптар аясы өте кең. Біз мысалға 5-6 түрін келтірдік. Мысалға идеологиялық бағыттағы, саяси, танымдық, экологиялық, эстетикалық және экономикалық деп бағыттарға бөлуге болады. Қолдану ортасы бойынша, яғни медиум, бұл жекелеген адамдардың өзара хабар алмасу ортасы. Топтық медиа дейді. Бұл қандай да бір топтағы, қоғамдастықтағы адамдардың бір-бірімен коммуникациясы, яғни хабар алмасуы. Бұл мысалға бір тілдік орта, не болмаса басқа да бір топтар бойынша бөлініп, сол топтар арасындағы
коммуникацияны айтамыз. Бұқаралық дегеніміз жалпы халықтарға, жалпы бүкіл халыққа ортақ ортаны бұқаралық орта дейміз. Бұқаралық медиа орта, яғни қазіргі әлеуметтік желілер. Назарларыңызға рахмет.